Қайырлы күн, құрметті студенттер. Алдыңғы дәрісімізде біз нейромаркетингтің негізгі ұғымдары мен адам миының шешім қабылдау құпияларына жалпы шолу жасаған болатынбыз. Бүгін біз өте маңызды әрі қызықты кезеңге өтеміз. Ол теориялық білімімізді нақты практикалық қолдану салаларымен және әлемдік гигант компаниялардың сәтті немесе сәтсіз кейстермен ұштастыру. Бүгінгі екінші дәрісіміздің тақырыбы нейромаркетингтің зерттеулерді қолдау. Бастамай тұрғанда сіздерге бір сұрағым бар. Сіздерге музыка әуен қаншалықты іс әрекетіңізге әсер етеді? Сол туралы бүгін біз қарастырамыз. Бірінші кейсіміз соған арналған. Дүкендегі фондық музыканың тұтынушының тауар таңдауына әсері. Ғалымдар мынандай тәжірибе жасаған еді. Супермаркеттің сусындар бөліміне бағасы мен сапасы бірдей француз және неміс шараптары қойылды. Олардың қасына сәйкесінше Франция мен Германияның кішкентай тулар ілінді. Дүкенде кезекпен француз аккордеонының музыкасы мен немістің дәстүрлі пьесалары ойнатылды. Нәтижесінде француз музыкасы ойнаған күндері француз шараптарының сатылымы 76,9%-ға жетіп, неміс шарабын артта қалдырды. Ал неміс музыкасы ойнаған күндері неміс шарабының сатылымы 73,3%-ға дейін өсті. Ең қызығы не деп ойлайсыз? Сатып алушылармен сұхбат жүргізгенде, олардың тек 6-сы ғана музыка менің таңдауыма әсер етті деп жауап берді. Қалғандары өз таңдауын бағамен немесе дәмдік артықшылықпен түсіндіруге тырысты. Бұл сыртқы сигналдардың музыканың, мысалы біздің кейсте, біздің шешім қабылдауымызды бейсеналық деңгейде қалай бағыттайтынның классикалық дәлелі. Санамыз Франция немесе Германия туралы ассоциацияларды іске қосты, ал біз оны өзіміз байқамай таңдау жасадық. Келесі кейске көшейік. Филипп кейсі. Енді өнім дизайны мен қаптамасы упаковка қатысты әлемдік деңгейдегі Philips кейсіне назар аударайық. Компания нарыққа жаңа өте жеңіл үтігін шығарғысы келді және оның қаптамасын түбегейлі өзгертуді жоспарлады. Олардың алдында мындай сұрақ болған еді. Ораманың дизайнында үтікті қай бағытта, қай қолмен ұстап тұрған суретті орналастыруға тиімдірек. Осы мақсатта Philips зерттеушілері тұтынушылардың сатып алу ниетін өлшеу үшін ФМРТ сканерін пайдаланған еді. Оларға екі түрлі орама нұсқасы көрсетілді, осыны көре аласыз. Бірінде үтік сол қолмен ұсталған, екіншісінде оң қолмен. ФМРТ мидың қай аймақтарына жағымды немесе жағымсыз реакциясы туатын тіркеді. Нәтижелері қандай болды деп ойлайсыз? Қарастырып жүрейік. ФМРТ зерттеуінің нәтижесі көрсеткендей, үтікті оң қолмен ұстаған орама нұсқасы мидың эмоционалды марапаттау орталықтарын көбірек белсендірген. Ал сол қолмен ұстаған үтікті көргенде респонденттерде бейсеналық деңгейде тітіркену, жағымсыз сезімдер және когнитивті кедергі туындаған. Неліктен бұлай болды? Бұл менталды модельдеу, mental simulation деп аталады, құбылысымен түсіндіріледі. Адам миы кез келген затты көргенде, оны қалай пайдаланатынын санадан тыс өзіне модельдейді. Жер шарындағы адамдардың 90%-ы оңқай болғандықтан, олар үтікті оң қолмен ұстаған суретті көргенде ми оны лезде және кедергісіз пайдаланып көреді. Ал сол қолмен ұсталған бейне бұл санасыз модельдеуді бұғаттайды. Нәтижесінде мида жерсінбеу немесе ыңғайсыздық сезім туады. Осы зерттеуден кейін Philips оң қолдан нұсқаны таңдап, сатылымды айтарлықтай артырды. Осы сызбада суретте көре аласыз, сол жаңағы ФМРТ-ның шешімін нәтижесін нейрондық деңгейде қалай өтетінін көруге болады. Бірінші нұсқа сол қолмен ұстау, ми оны симуляциялай алмайды, өйткені респонденттердің басым бөлігі оңқай. Нәтижесінде жиіркену сезімі немесе когнитивті кедергі пайда болады. Екінші нұсқада оң қолмен ұстау, модельдеу сәтті өтеді, іс-әрекет мида оңай елестетіледі. Нәтижесінде біз жақсы эмоционалдық, тепе-теңдік және сатып алу ниетінің артуы. Маркетологтарға қандай пайдасы бар? Үлкен бір сабақ болады. Тауарды жарнамалағанда немесе суретке түсіргенде тұтынушы оны өз денесімен қалай байланыстыратынын, яғни менталды модельдеу процесінің дұрыс жүруін үнемі қадағалау қажет. Сонда ғана біз тұтынушының бейсеналық қарсылығын жоя аламыз. Келесі
кейсімізге көшейік. Кола мен пепсінің дауы туралы классикалық эксперименттердің бірі болып саналады. Нейромаркетинг тарихындағы ең танымал, ең сенімді зерттеулер болып саналады. Бұл 2004 жылы Маклюр және оның әріптестері жүргізген Пепси және Кока-Кола тәжірибесі. Зерттеушілер осы зерттеуде ФМРТ-ны қолданған еді. Тұтынушылардың осы екі сусынды ішкен кездегі мен белсенділігін бақылады. Эксперимент екі кезеңнен тұрды. Бірінші кезең соқыр дәм тесті, blind тест деп аталады. Респонденттер қандай сусын ішіп жатқанын білмейді. Бұл жағдайда кола мен пепси арасында мен белсенділігі бірдей болды. Тіпті пепсидің дәміне жауапты аймақ сәл көбірек қозып тұрды. Мағынасы қатысушыларға пепсидің дәмі ұнады. Екінші кезең бренд белгілі тест, бренді тест. Тұтынушылар қандай брендті ішіп жатқанын нақты білді. Осы сәтте мидағы нейрондық белсенділік түбегейлі өзгерді. Кола атауы жарияланғанда респонденттердің миындағы префронталды қыртыс PFC күшті іске қосылды. Қорытынды қандай? Бренд туралы ақпарат болмағанда дәм сезу деңгейінде айырмашылық жоқ. Бірақ бренд белгілі болғанда жылдар бойы жиналған брендтік естеліктер және мәдени ассоциациялар іске қосылып, таза сенсорлық ақпаратты дәмді жеңіп кетеді. Адамдар коланың дәмін емес, оның мағынасы мен брендтің құндылығын таңдайды. Осы сайтта нейровизуализациялық модельге жақсырақ қарастырайық. Соқыр дәм тестінде тек сусынның физикалық дәмін тіркейтін эмоционалды аймақтар жұмыс істесе, брендтік тестте префронталды қыртыс, осы жеріміз, амигдала белсенді, осы екеуі бірге белсенді түрде қосылады. Префронталды қыртыс біздің шешімдерімізді бағалау, өзін-өзі анықтау және брендтік сәйкестілік аймағымыз болып табылады. Сүйікті бренд белгілі болғанда, мидың талдау және логикалық бағалау функциялары тежеледі. Яғни адам бұл маған зиян ба, пайдалы ма деп ойланып жатпайды. Ол брендке деген адалдықты эмоциясына толық беріледі. Сондықтан 1985 жылы Coca-Cola жаңа кола, New Coke жазбасын шығарғанда орасан зор сәтсіздікке ұшырады. Неліктен қарастырып жіберейік. Айтып кеткен 1985 жылдың көктемінде Coca-Cola өзінің дәстүрлі рецепттерін өзгертіп, соқыр тесттерде Pepsi'ді оңай жеңген жаңа кола, New Coke сусын шығарды. Логикалық тұрғыдан бәрі дұрыс сияқты еді. Жаңа адам зерттеулерге үздік деп танылды. Компания бұрынғы коланы өндіруді тоқтатып, жаңасына миллиондаған доллар жарнама бөлді. Бірақ нарықта нағыз апат басталды. Тұтынушылар, бізге ескі коланы қайтарыңыздар. Coca-Cola бұл Американың бір бөлшегі. Сіздер біздің тарихымызды, мәдениетімізді қалай өзгертпексіздер деп митингтерге шыға бастады. Наразылық білдірте бастады. Жаңа кола 3 айдан да аз уақыт өмір сүріп, жабылып қалды. Компания ескі рецептке оралуға мәжбүр болды. Бұл кейс рационалдық пайымдаулар мен жақсы дәмнің терең мәдени эмоционалдық байланыстардан жеңілуінің айқын мысалы. Маркетингте өнімнің физикалық сапасын жақсарту жеткіліксіз, егер сіз тұтынушының жүрегіндегі эмоционалдық негізді бұзсаңыз, жеңіліске ұшырайсыз. Осы суреттерді көрсетіп кетейін. Мына тарихи плакаттар, осыларға назар аударыңыз. Coca-Cola оңдаған жылдар бойы тұтынушыларға санасына Coca-Cola бұл қуаныш, бұл отбасы, бұл американдық өмір салты, жаңа жыл Coca-Colaдан басталады деген идеяларды сіңіріп келді. Тіпті қазіргі біз білетін қызыл Санта-Клаустың бейнесінде 1930 жылдары Coca-Cola брендінің суретшісі Хадон Сунблом ойлап тапқан болатын. Осындай терең эмоционалдық және мәдени мұраны бір күнде дәмі сәл жақсырақ деген желеумен өзгерту мүмкін емес еді. Coca-Cola'ның бұл сәтсіздігі дәстүрлі зерттеулердің тұтынушының ішкі эмоционалды байланысын бағалай алмайтынын, тек нейромаркетинг ғана мұндай жасырын мотивтерді аша алатынын дәлел болып келеді. Жалғастырайық. Енді біз онлайн кеңістікте цифрлық нейромаркетингке ауысайық. Дүкендегі сатып алу мен интернеттегі шоппинг арасында үлкен айырмашылық бар. Онлайн ортада біздің шешімдеріміз өте жылдам. Лезде қабылданады және мұнда мидың сабырсыздық факторы бірінші орынға шығады. Американдық пайдаланушылар арасында жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, сайттың жүктелу уақыты тек 10-1 секундқа арттыру Amazon үшін
жылына 1,7 миллиард долларлық табысты жоғалтуға алып келуі мүмкін. Бұл неліктен? Желіде адам миы өте жылдам марапат алғысы келеді. Егер күту уақыты сәл созылса, мидың жазалау ауырсыну орталығы белсендіріліп, тұтынушы сайттан бірден шығып кетеді. Сабырсыздық экономикасының басқа да қызықты көрсеткіштерін қарастырайық. Біріншісі, тұтынушылардың әрбір төртіншісі, яғни 25%, егер беттің жүктелуі 4 секундтан артық уақыт алса, веб-сайтты бір жолата тастап кетеді. Екінші, мобильді сауда сайттарында американдықтардың 25%, тек 3 секундта жүктелмеген сайттан бірден бас тартады. Үшінші, салыстырма түрде, адамдар шынайы өмірдегі мекемелерде, мейрамханаларда 15 минуттан артық кезекте тұрмайды, ал олардың 50% өздерін ұзақ күтірген жерге екінші рет қайтып бармайды. Бұл цифрлар біздің миымыздың уақыт пен күту процесін қаншалықты сезімтал қабылдайтынын көрсетеді. Онлайн платформаларда жоспарлағанда дизайн мен интерфейстің жылдамдығы нейромаркетингтің тұрғыда сатып алуды анықтайтын басты факторы болып саналады. Тағы да бір кейсті қарастырып жіберейік. Бұл сайтта біз Amazon веб-сайтындағы өнім картасының стандартты үлгісін көріп тұрамыз. Тұтынушы бетті ашқанда оның назары қалай бөлінеді? Біз дәстүрлі түрде адамдар бүкіл мәліметті оқиды деп ойлаймыз. Алайда ай-трекинг зерттеулері көрсеткендей, тұтынушының көзі бірінші кезекте ірі бейнелерге, мысалы бағаға, бестселлер белгісіне және тұтынушылардың пікірлеріне тоқталады. Түсіндірме мәтіндер мен техникалық сипаттамалар ең соңында немесе мүлден назардан тыс қалады. Нейромаркетинг веб-сайт дизайнерлеріне ең маңызды ақпаратты баға мен сатып алу батырмасын мидың визуалды сканерлеу траекториясын дәл орналастыруға көмектеседі. Тағы бір кейсті атап кетейін. Әлеуметтік дәлел деген ұғым бар, social proof. Адамдар күрделі немесе белгісіз жағдайларда өздерін қалай ұстауды білмей қалғанда, айналадағы көпшілікті мінез құлқына қарап шешім қабылдауы. Ми көпшілік бәрін жақсырақ біледі, олардың таңдауы ең дұрыс деп санасыз түрде болжайды. Мысалы, біз қонақ үй таңдағанда, жұлдыздар мен пікірлер санына өнім алғанда, мысалы, бестселлер белгісіне қарайтынымыз осы әлеуметтік дәлелдің жұмысы. Осы феноменді бизнесте қалай тиімді пайдалануға болады? Қазір өте қызықты американдық Opower компаниясының кейсінде көретін боламыз. Американдық Opower компаниясы өз клиенттердің мінез құлқын өзгерту, яғни оларды электр энергиясын үнемдеуге ынталандыру үшін әлеуметтік дәлелді керемет қолданады. Олардың мақсаты тұтынушыларды электр энергияны үнемдеу болған еді. Сізге бір сұрағым бар. Сіз осы Opower компаниясының маркетинг бөлімшесінде жұмыс істесеңіз, сіз қалай тұтынушыларыңызға әсер етер едіңіз? Қазір Opower'дікін көреміз. Олар смайлик немесе эмоджи арқылы жасаған еді, әсер еткен тұтынушылардың мінез құлқына. Олар жібілетін шот фактураларға қарапайым дизайн элементін қосты. Клиенттің айлық энергия тұтынуын оның көршілердің орташа шығынымен және ең үнемді көршілердің шығынымен салыстыратын бағанды диаграмма жасады. Бұл кесте тұтынушыға қосымша ақпарат немесе жарнама емес, нақты әлеуметтік салыстыру береді. Санамыз автоматты түрде өзімізді қоршаған ортамен салыстыра бастайды. Осы суретте сол жаңа мысал ретінде шотты көре аласыз. Opower шоттарында осындай басылған нақты салыстырмалы кесте. Мұнда клиенттердің мысалы өз көрсеткіші 504 киловатт сағатына болса, оның үнемді көшелерінікі 596 киловатт сағатына. Ал орта барлық көршілердікі 1092 киловатт сағатына екен анық көрініп тұр. Сонымен қатар ең басы нейромаркетингтің триггер кестенің жаңында мақтау немесе ескерту ретінде смайликтер орналастырылды осы жерде. Егер сіз энергияны үнемдесеңіз, сізге күлімсіреген смайлик мақұлдау эмоциясы берілді. Бұл біздің миымыздың марапаттау жүйесін белсендіреді. Ал егер сіз көп жұмсамасаңыз,
Сізге болашақта шығынды азайту жолдарын тізімді ұсынылады. Бұл қарапайым дизайн адамдарға қалай әсер етті? Нәтижелері таңғаларлық болды. Осы салыстырмалы кестенің арқасында электр энергияның тұтыну деңгейі күрт төмендеді. Бұл қарапайым және өте арзан дизайн шешімі электр энергиясы шығындарының бағаны 1-20%-ға өсіргенмен бірдей деңгейде азайтуға көмектеседі. Ең маңызды Opower компаниясының клиенттерді әлеуметтік жарнамамен, ұзақ насихатпен немесе үгітумен сендіруге тырыспады. Олар жай ғана әлеуметтік дәлел мен салыстыру арқылы адам миындағы көптен қалып қоймау және мақтау алу инстинкттерін іске қосты. Және бұл мінез құлық уақыт өте келе өзгермеді, яғни ұзақ мерзімді тұрақты әдетке айналды. Келесі кейсті қарастырайық. Енді Нобель сыйлығының лауреаты Ричард Тайлердің атақты түрткі немесе надж теориясы, немесе таңдау архитектурасының теориясына тоқталайық. Бұл теория адам мінез құлқын бұйрықсыз, тыйым салмай, тек байқатпай бағыттау арқылы қалай өзгертуге болатынын түсіндіреді. Осы теорияның ең танымал және данышпандық мысалы 1999 жылы Амстердамтың Скипхол әуежайындағы ерлер дәретханасында сыналды. Осы суретте көре аласыз, писсуарлардың дәл ортасына қарапайым шыбынның суреті ойып салынды. Нәтижесінде ерлер бейсеналық түрде осы шыбынды нысанға алды. Бұл дәретхананы тазалау шығындарын 1-80%-ға қысқартты. Бұл наджинг итермелеу таңдау архитектурасының керемет мысалы. Адамдарға ешқандай ескерту жазулары ілінген жоқ, тек кішкентай визуалды триггер, мысалы осы кейсімізде шыбын арқылы мінез құлық қажетті бағытқа өзгертілді. Ал енді визуалды бейнелер мен мәтіннің үйлесімін зерттеулерді айтрекинг арқылы өте қызықты заңдылықтар ашылды. Осы атақты Sunsilk жарнамасын назар аударайық. Мұнда екі түрлі нұсқа салынды. Бірінші нұсқада модель, осы бірінші суретіміз, қыз тікелей көрерменге қарап тұр. Бұл жағдайда біздің назарымыз толығымен қыздың бет әлбетінде. Ал екіншісі нұсқада модельдің қарау бағыты оң жаққа, яғни мәтін мен өнімге бұрылған, қасындағы суретке қарастырсақ, енді осы зерттеудің қандай жауабы болды? Айтрекер арқылы зерттелді, осы біздің нәтижеміз. Мына осы суреттерді, мысалы жаңа көп тұрған сурет жылу карталар деп аталады. Бұл айырмашылық жылу карта арқылы көруге болады. Сол жақтағы бірінші нұсқада қызыл түс тек модельдің бетінде ғана тұр, яғни тұншал өнімді байқағанда жоқ. Ал оң жақтағы екінші нұсқада қызыл түс сусабына мен маңызды жарнамалық мәтінде үстінде ауысқан. Осы сәтте адам миындағы бейсеналық еліктеу реакциясы қосылып, біз де модельмен бірге өнімге және мәтінге қараймыз. Маркетологтар жиі жарнамаға әдемі модельді қойсақ, бәрі тамаша болады деп қателеседі. Іс жүзінде модель тым тартымды болса, ол бүкіл назарды өзіне тартып, өнімді көлеңкеде қалдыруы мүмкін. Айтрекинг бізге бұл визуалды иерархияны дұрыс теңгерімдеуге мүмкіндік береді. Тағы бір эксперимент жасалынды. Балаларға арналған жайлықтар немесе өнімдер жарнамасы адам миы эволюциялық тұрғыдан нәрестенің бетіне, жаңағы бөпенің, кішкентай бүлдіршіннің бетіне өте сезімтал, оған бірден назар аударады. Бірінші жағдайда бала тікелей бізге қарап күліп тұр, ал екінші жағдайда кішкентай сәби осы қасындағы мәтінге, оң жақтағы мәтінге қарап жатыр. Айтрекинг зерттеулері жарнамалық плакаттардың, билбордтардың және веб-сайт баннерлерінің тиімділігін нақты ақша шығындамай тұрып, алдын ала 100% дәлдікпен бағалауға мүмкіндік береді. Енді нәтижені қарастырайық. Баланың бетіне назардың 90% баланың бетіне кетеді. Оң жақтағы маңызды сипаттамалар мен өнім бренд мүлдем оқылмайды. Ал екінші суретте тұтынушының да көз баланың бағыты мен мәтінді толық оқып шығады. Мына жылу картасында қарасаңыз, баланың қарау бағыты өзгергенде оң жақтағы жарнамалық мәтінді оқу көрсеткіш бірден 40%-ға да астамға өскенін көре аламыз. Осы зерттеулер бізге нені үйретеді? Жарнамадағы кез келген визуалды элемент, ол адам болсын, жануар болсын, немесе бағыттаушы сызықтар болсын, тұтынушының назарын біз қалайтын басты әрекет батырмасына немесе бренд логотипіне қарай бағыттау тиіспіз.
Жалпы айтрекинг технологиясы веб-сайт дизайны, жарнамадағы жасырын мінез құлықты өлшеудің ең қуатты құрал болып табылады. Оның көмегімен біз мынандай 4 негізгі көрсеткіш анықтай аламыз. Біріншісі назар анализі. Тұтынушының көзі бетте ең алдымен неге тоқталады? Назар ең ұзақ қай жерде сақталады және қандай элементтерді ол мүлдем елемей кетті? Келесі ол навигация болжауы. Пайдаланушының сайттағы қозғалыс траекториясы, мысалы F үлгісі осы жерде көре аласыз. Міне F әріп ретінде бойынша солдан оңға қарай оқуын болжай алады. Эмоция өлшемі тұтынушының нақты бір бейнеге қарағанда қобалжу деңгейін немесе жағымды жағымсыз сезімін тіркеуі. Келесі ол орама тиімділігі. Сөреде тұрған жүздеген тауардың ішінде біздің өніміздің қаншалықты жылдам байқалатынын анықтау. Бұл деректер бізге нарықтағы ең бәсекеге қабілетті өнімдер мен интерфейстерді жасауға мүмкіндік береді. Бүгінгі дәрісімізді қорытындылайық. Біз нейромаркетинг зерттеулердің практикада қалай жұмыс істейтінін көрдік. Бірінші, нейромаркетинг бренд өнім қаптамасы, жарнама, онлайн орта және ойын-сауық салаларындағы шешімдерді оңтайландырудың бірегей ғылыми құралы. Екіншісі, жаңағы айтып кеткен музыка және New Coke кейстері дәлелдегендей, біздің шешімдеріміз бейсеналық ассоциациялар мен эмоциялар басты ықпал етеді. Үшінші, Philips кейсі бізге менталды модельдеу заңын үйретті. Тұтынушы өнімді өзіне кедергісіз модельдей алуы тиіс. Төртінші, онлайн ортада сабырсыздық экономикасы жұмыс істейді. Сайттың 1 секунд баяулы миллиардтаған шығынға алып келеді. Бесінші, Power мен түрткі теориясы әлеуметтік қысым мен итермелеу архитектурасы арқылы адам мінез-құлқын ешқандай үгіт насихатсыз өзгертуге болатынын көрсетті. Енді келесі дәрісімізде біз ары қарай нейромаркетингтің ары қарай әр жағын қарастыратын боламыз. Ми туралы айтамыз, нейромаркетинг қандай принциптарын болатынын тереңірек зерттейтін боламыз. Сондықтан келесі сабақта көріскенімізше назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.